Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 58-ші сабақ сөйлем мүшелерінің байланысы. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 29-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Астана өте әдемі. Қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін. Жыл 12 ай кітабынан дейді. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін не туралы және оған ат қой дейді. Мәтін Астана қаласы туралы, мәтіннің атауын, мысалы, әсем қала Астана деп қоямыз. Астанадағы сәулетті ғимараттар туралы білетініңді айт және оларды дерек көздерден қарап толықтыр дейді. Міне балалар, біздер Астана қаласындағы бәйтерек, ол туралы біз мәлімет жинадық, және ел ішінде пирамида деп аталып кеткен бейбітшілік және келісім сарайы туралы да осындай мәліметтер жинадық. Балалар, осы мәліметтерді жазып алсаңыздар болады және қосымша басқа да ғимараттар туралы мәлімет жинап, толықтырып жазуларыңызға болады. Келесі сызба арқылы сұрақ қойып, өзара байланысқан сөздер тобын тап дейді. Міне балалар, мысалы, мына жерде көрсеткен екен, мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын дегеннің сөздердің байланысын көрсеткен. Осы үлгі бойынша біз басқа да сөздерді бір-бірімен байланыстырдық. Мысалы, Астана өте әдемі деген сөйлемде Астана әдемі және өте әдемі деген сөздер байланысады. Келесі, қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Бұл жерде қалада бар деген сөздер байланысады, орталықтары бар деген сөздер байланысады, және неше түрлі деген сөздер байланысады, ойын-сауық орталықтары деген сөздер байланысады. Келесі, сәулетті ғимараттар өте көп дейді. Бұл жерде өте көп деген сөздер байланысады. Сәулетті ғимараттар деген сөздер байланысады. Және ғимараттар көп деген сөздер байланысады. Келесі, өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін дейді. Бұл жерде өз үлесімді деген сөздер байланысады. Туған қаламның деген сөздер байланысады. Қаламның өркендеуіне деген сөздер байланысады. Үлесімді қоссам деген сөздер байланысады. Енді мәліметті оқимыз. Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысып айтылады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады дейді. Келесі 30-шы жаттығу мәтінді көркем жаз дейді. Астана еліміздің ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Астана қаласының күн сайын көркейіп өсіп келеді дейді. Балалар, сөйлемдегі сөздердің байланысын тап, мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін айт дейді. Балалар, бұл көрсетілген сызбаға бізде ең соңғы сөйлем сәйкес келеді. Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Ал енді Астана еліміздің ордасы деген сөйлемде еліміздің ордасы деген сөздер байланысады және Астана еліміздің деген сөздер байланысады. Келесі, маған өз қалам өте ұнайды. Бұл жерде маған ұнайды, өз қалам ұнайды және өте ұнайды деген сөздер байланысады. Келесі 31-ші жаттығу сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз дейді. Міне балалар, біздерге сызбалар берілген екен. Бұл ерек сызық дегеніміз тұрлаусыз мүшелер болса керек. Яғни осы жерге біз кез келген анықтауыш, пысықтауыш немесе толықтауышты қоюымызға болады. Ал бір сызық және екі сызық ол бастауыш пен баяндауыштың байланысын жазу керекпіз. Біз былай жаздық. Бірінші сызбаға жазушы жазады, яғни бастауыш және баяндауыш. Екінші, Айнұр әдемі көйлек киді. Бұл жерде Айнұр киді деген сөздер байланысады және әдемі көйлек деген сөздер байланысады. Келесіге біздер анам үйге келді деген сөйлем жаздық. Анам келді және үйге келді деген сөздер сызба бойынша байланысып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.